Сәлем достар, 2 килограмм ұнымызбен пышный бауырсақ пен тоқаш нандардың жасалу жолын көрсетемін. Алдын ала дайындап алған заттарымызбен қазір жұмсақ әдемі нан илейміз. Шарты осылай: тұз, 15 грамм дрожь, салып араластырамыз да ортасына шарты шыны сұйық майымызды қосамыз. Сөйтіп жылы суымызбен, шым жылы суымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Примерно 1/300 граммдай су кетті. 1 литр 300 граммдай. Қолға жабыспайтын жұмсақ әдемі қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды тегенемізден алып, нандарыңыз қатты болып кетпеу керек, жұмсақ болу керек, сырт жабыспайтындай етіп, ұн сеуіп отырып, бір илеп аласыздар. Жақсылап иленген қамырымызды тегенемізбен жауып қоямыз. Примерно 1 сағаттың көлемде тегенеміз көтеріледі. Жыл жерде осылай тегенемізбен жауып қойған нанымызды көтерілген кезінде осындай болып тағы жабысқан қамырларын алып бір илеп шығамыз. Бір қайтара тағы бір илеп шығамыз. Алдын ала осылай тегенемен, орамай осылай тегенемен жапқан нандарыңыз дрожжы қышқылданбай әдемі дәмді болып шығады. Тағы да екінші рет илеп қойған нанымызды көтерілгенше осылай қалдырамыз. Көтерілген кезінде уже керекті дайын болған қамырымызды жартысын бауырсаққа, жартысын келген қонақтарымызға тоқашынан жасасақ болады. Қамырымызды жеке-жеке бөліп аламыз. Біраз қамырымызды жаңағы тоқаш нандарымызға қалдырып қоямыз да, біразын бауырсақ жайып жасаймыз. Жайған кезінде бауырсағымыз қатты жұқарып кетпеу керек. Тестамыз. Бауырсақтарымызды кесіп аламыз. Қалған кесіп алған тестамызды жаңағы жасайтын тоқаш нандарымызға тұндырып қойсақ болады. Жақсылап жайып аламыз да, бауырсақтарымызды біртіндеп кесіп пісіруге даярлаймыз. Оның көп сеппейсіздер, оның көп сепсеңіздер, майға піскен кезде бауырсақтарымыз қарайып кетеді.
барлық бауырсақтарымызды кесіп алып, дайын болған бауырсақтарымыз қызып тұрған майға екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Мен негізі заказ қабылдағанда осы тестамен иленген нандарым килограмм 2,5 теңгеден сатам клиенттеріме. Сіздер де үйлеріңіздегі балаларыңызды, келген қонақтарыңызды қуантып жасап берсеңіздер болады. Әрі қосымша табыс көзіне айналдырсаңыздар да болады бұл тестамен жасаған нандарыңызды. Осылай жасап, дәмділеп дастархандарыңызға ұсынасыздар. Енді қалған тестамызбен қазір тоқаш нандарымызды жасаймыз. Мен қалдырған тестадан бірнеше тоқаш нан шығайын деп тұр. Табаларыңызды, пісіретін табаларыңызды май жақсаңыздар болады, болмаса ұн сеуіп желеулеріңізге болады. Жақсылап астынан сүйіп жүрсеңіздер де жабыспайды. Мен енді клиентке жіберетін нандарымды астын майлап алам. Осылай нанымыз шамалы көтерілгенше 10-15 минут тұндырып қоямыз. Содан кейін араларының барлығын осылай төмен басып нан тесетін нәрсемізбен шаймендеп бозорлар саламыз. Жұмыртқаның сарысына біраз су араластырып бетіне жағып шығамыз. Егер жұмыртқаның сарысын өзін жағатын болсаңыздар, бетін қарайтып жүреді. Жұмыртқаның сарысына біраз су қосып жіберсеңіздер, ол кезде бет жылтырап әдемі болып шығады. Күнжіт сепсеңіздер де болады. Өздеріңіз қалауларыңыз. Мен біраз әдемілік үшін күнжіт септім. 200-220 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аласыздар. Осылай қызарған кезінде уже қалаған қонақ